Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі лағманның қамырын созатын боламыз. Ол үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып алыңыздар. Еліктен өткізілген ұнымызды алып, жылы суымызға тұзымызды араластырып, жұмыртқа қосып, қатты қамыр илейтін боламыз. Қалауларыңызға қарай жұмыртқа қоссаңыздар да болады, қоспасаңыз да болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 5-10 минутқа тындырып аламыз. Тынып тұрған қамырымызды ұзыншалап кесіп, майлап созып бастаймыз. Осылай тарелкаға жинап, майлап 5-10 минутқа тағы да қалдырамыз. Ортасынан бастап аламыз. Ол ең бірінші созғанымыз, тынып тұрған. Жақсы созылып бастайды. Осылай бәрін созып шығамыз, майлаймыз. Сосын тағы да ең бірінші созғанымызды алып, жіңішке қылып созамыз. Міне біздің қамырымыз өте әдемі, жіңішке болып шықты. Енді жинайтын боламыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай қылып. Лағманды майлап, тындырып соза берсеңіз, өзі созыла береді. Қайнап тұрған суымызға бетіне қалқып шыққанша пісіріп аламыз. Тұз саламыз әрине. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видеомда гүру лағман жасайтын боламыз. Менен видео күтіңіздер. Міне біздің лағмандарымыз дайын болды.
ас болсын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.